Ассалаумағалейкум ағайын. Көпшіліктің сұрауы бойынша жақында білесіздер, автоцондарда жаңа тесттер қойылды. Солар туралы көп сұрақтар қойып жатыр. Соған байланысты осы видеоны жазып отырмын. Ал ондай болса кеттік. Негізі ол тестті қайдан аламыз? Ол тестті маған хабарлассаңыздар, ол жерде мына реферальный ссылка бар, соған мен сіздерге жіберемін. Соның кіріп арқылы инструкция бойынша көресіздер қалай істеу керек екені. Тесттің бағасы 4,5 мың теңге тұрады, және ол 3 айға жарайды. Ал енді көрейік. Мысалы профильде тұр, мына жерде тест дегенді бассаңыздар, мына жерде демонстрационный тест деген бар. Яғни сіздер ол демонстрационный тестті көріп таныссаңыздар болады, ол тест қалай екені. Бұл жерде енді жалпы тестте 40 сұрақ берілген, 32-сіне жауап беру керек, әдеттегідей. Бірақ мына демонстрацион тест деген жерде бұл жерде 7-ақ сұрақ берген көріп тұрсыздар. 7-ақ сұрақ берген, сол 7 сұраққа жауап беріп көрейік қазір қалай екен. Мына жерде қарасаңыз, мына орыс тіліне жазылып тұр. Кімге қазақша болса, мына кз дегенді басамыз. Тіл өзгерді, көрдіңіздер, қазақша тапсыруға болады. Бұнда көп сұрап жатады, бар орысша ма деп, жоқ. Үш тілде жазылған. Ал енді жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Қызыл көлік жүргізушісі мына жол қиылысын өткенде кімге жол береді дейді. Мына белгіге қарайтын болсақ, жол бер деп тұр. Және астындағы тақташада мына жерде басты жол деп тұр. Яғни мына екі көлік екеуі де басты жолда болғандықтан екеуіне де жол беру керек екені көріп тұрсыздар. Анимацияны екі көлік кетті, одан кейін барып қызыл машина кетіп бара жатыр. Астында мына жерде жасыл жанса, яғни дұрыс, және астында түсіндірмесі бар екені түсіндіріп жатыр, ол не үшін олай екенін. Екінші сұрақ. Қызыл көліктің жүргізушісі мына жол қиылысын өткенде кімге жол береді дейді. Белгіге қарасақ, бұл басты жолда дейді, яғни қызыл көлік басты жолда келе жатыр, және ол солға қарай бұрылғысы келіп жатыр. Поворот жанып тұр, көріп тұрмыз. Мына жақтан, оң жақтан келе жатқан көлік, жүк көлігі, ол да басты жолда, себебі мына тақтайшада айтып тұр, мынау және мына екі жақ басты жол. Ақ көліктікі екінші дәрежелі, сондықтан бұған мән бермейміз. Ондай жағдай болса, мына екі көлік бір жерде қиылысады, ол мына нүктеде примерно қиылысады, ондай кезде кім жол береді? Әрине қызыл машина, өйткені мұның оң жағында кедергі. Сондықтан тек жүк көлігіне дейді, мына үшінші жауап бар екен, үш жауап бар екен, 4 жауап бар екен. Тек жүк көлігіне дегенді басайық. Әнеке дұрыс екен, жүк көлігі өтіп кетті, одан кейін қызыл машинаның өзі кетті. Үшінші болып ақ машина кетіп барады. Келесі сұраққа жауап берейік. Үшінші сұрақ. Көрсетілген траекторияның қайсысы бойынша жеңіл көлік қозғалысын жалғастыру керек дейді. Мына жолақты да білеміз, А деген әріппен жазған, ол маршруттық көлік құралының жолағы. Және бұл жолақ кейде былай бір тұтас сызықпен сызылса, кейде былай үзілгенмен сызылған болса, яғни бұны біз қалташа ретінде пайдалансақ болады, немесе үдету жолағы. Яғни мына жерде жолдан үдетіп барып, мына жаққа ауысып кетеміз. Яғни бұл жерде Б деген жауап дұрыс болады. Жауап берейік. Неке дұрыс екен, ары қарай шығып кетті. Келесі сұраққа жауап берейік. Келесі сұрағымыз. Қай көліктердің жүргізушісі берілген жағдайда тоқтап тұруға болады дейді. Негізі мына жерде тоқтап деген сөзді алып тастау керек еді. Қандай осы көрсетілген екі көлік қай жерде тұруға болады? Тоқтауға болады, әрине шлагбаумның алдына келіп тоқтаймыз, бір 5 метр жетпей тоқтап тұрамыз, шлагбаум асылған жүреміз. Ол тоқтау. А мына жерде тұру дейді. Тұру деген яғни ұзақ уақыт тұру, 5 минуттан асып кетіп, бір жаққа кетіп қалу мысалы үшін. Яғни ереже бойынша көлік автомобиль, кез келген көлік 50 метр алыс тұру керек, рельстен алыс метр. Бер жағында болсын, ар жағында болсын, бәрібір 50 метр. Енді мына картинка қарасақ, мына жерде 40 метр деп айтып тұр. Мына көлік көрсетілмеген, бірақ енді мынаған параллель деп санайтын болсақ, мына параллель сықсақ, онда мына екеуі бір қатарлас тұр екен. Яғни екеуі де ережені бұзып тұр деп айтсақ болады екен. Екеуін де тыйым салады дейді. Дұрыс екен, екеуіне болмайды. Пойыз өтіп баратыр. Келесі сұраққа жауап берейік.
Бұл 5-ші сұрақ. Не дейді екен 5-ші сұрақ? Көлік құралдары қиылыстан өткенде қандай кезекпен өтеді дейді. Мына сөз кішкене дұрыс жазбапты, иә? Қандай кезекпен өтеді деп мына жерде өзгертіп қойсақ болады. Қарайтын болсақ, жүк көлігінің келе жатқан жол топырақ жол, мынау асфальт. Әрине топырақ жолдағылар асфальтқа жол береді. Түсінікті, мынау екеуіне жол береді екен. Енді бірінші кім өтеді екен? Әрине бірінші өтетін мотоцикл, себебі ол тура кетіп бара жатыр. Солға бұрылатын көлік тура кетіп бара жатқан көлікке жол береді. Егер ол тура кетіп бара жатса, немесе оңға бұрылып бара жатса, оң жақта кедергі ретінде тура көлікке жол береді. Сондықтан кезегі қалай екен? Мотоцикл, жеңіл машина және жүк көлігі. Әлі жауап үшінші екен. Мотоцикл өтіп кетті, жеңіл машина өтті, одан кейін жүк көлігі соңғы болып қозғалысты бастады. Келесі сұрақ, бұл 6-ші сұрақ екен. Көк автомобильдің жүргізушісі қиылыстан өткенде кімге жол береді дейді. Қарайық белгіміз жол бер деп тұр, және астында тақтайшада не айтып тұр екен? Мына екі көліктің жолы басты жол екен. Яғни мына екі жақ басты жол болса, мына екі жақ екінші дәрежелі жол болады. Екінші дәрежелі жолда мотоцикл мен көк машина, мотоциклдің оң жағында кедергі болғандықтан біз бұл мотоциклге жол бермейміз. Алайда мына екеуіне жол беруіміз тиіс, өйткені екеуі де басты жолда. Бірінші қызыл автобус өту керек, одан кейін ақ көлік, одан кейін барып көк машина өту керек. Соны қазір тексеріп көрейік. Жол береміз автобуспен жеңіл көлік дейді. Мына жерде бірінші жауап екен. Дұрыс екен, жасыл, автобус бірінші кетті, екінші ақ көлік және үшінші болып жалғастырады көк автомобиль. Мотоцикл соңында қозғалысын аяқтайды екен. Енді соңғы сұрақ жерде көрсетілген бойынша. Қандай жағдайларда мотоциклдарда 12 жасқа дейін балаларды тасуға тыйым салынады дейді. Жалпы 12 жасқа дейін балаларды тыйым салынады, жауаптарын көрейік, не деп жазған екен? Артқы орындыққа болмайды дейді. Артқы орындыққа болмайды. Егер ана жерде 3-ші орындық болса, онда болады дейді. Артқы орындыққа болмайды. Және адам саны асып кетсе дейді. Яғни мен 3-ші аяғы болсын, жарайды, ол коляскаға 2 адам салуға болмайды деген сияқты айтып тұр ғой сонда. Жалпы адам саны асып кететін, орындықтан асып кетсе, қандай көлік болсын, отырғызуға болмайды. Жарайды, жауап берек, 3-ші жағдай, 2-ші жағдай деп, 2 жағдай деп. Яғни бұл да жауабы дұрыс екен. Ал енді осымен қадірменді ағайын, тестті аяқтайын. Бұл тестті алғыларыңыз келсе, алдында айтып кеттім, хабарласыңыздар, менің каналыма жазылып қойыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар, себебі ақпараттар беріп отырам сіздерге. Енді сіздерге тілейтін аман-есен тапсырып, жолда тек жасыл свет болсын сіздерге, жолдарыңыз әрқашан ашық болсын. Қош сау болып тұрыңыздар.